Біздің елдің әдебі басқа мемлекеттерде өрескел дүние болып саналуы әбден мүмкін. Сондықтан шетелдіктермен жұмыс істегенде ыңғайсыз жағдайға түсіп қалмау үшін кейбір жайттарға мән берген дұрыс. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз Ұлыбритания елінің әдебі жайында баяндаймыз. Англия бүкіл әлемге өзінің дәстүрлерімен танымал. Оның тұрғындары өте сыпайы, әдепті және ұстамды. Амандасқанда олар қол алысады. Бұл қимыл тез жасалады. Қолды ұзақ ұстамайды, бос қолымен сәлемдесіп отырған адамын құшақтамайды. Ал іскер азаматтар тығыз қарым-қатынас орнатқан жағдайда олар қол алысуды жөнсіз деп санайды. Ер адамдар ешқашан құшақтаспайды, тек әйелдер кейде ғана бір-бірін сәл құшақтап, бетін сүю мүмкін. К мужчинам это мистер или сэр. К любому мужчине можно обратиться сэр. Кез келген ер азаматқа мистер немесе сэр деп айтуға болады. Әйел адамға мисс немесе миссис десеңіз жөн. Мисс дегенде сіз әйел адамның отбасылық жағдайына мән бермейтінізді көрсетесіз. Әдетте жергілікті тұрғындар танысып, аты жөнін біліп алғаннан кейін бір-біріне тұрмыс құрғаны жайлы ақпаратты нақтылап алады. Ағылшын этикетінде кездесуге уақытылы келуге үлкен мән беріледі. Олар өз уақытын бағалайды. Тіпті үйдегі түскі асқа да кешікпейді. Алайда бұл ереже әрдайым болған жоқ. Виктория ханшайымның билігі кезінде салтанатты кешке асықпай келу ешкімді таңғалдырмайтын. Уақытылы келгендер туралы жаман ойлап қалатын жағдайлар да болды. Ал қазір кешігу әдепсіздік пен құрметтемеудің белгісі. Тым ерте келудің де қажеті жоқ. Ең дұрысы дәл белгіленген уақытта болу. Ұлыбритания көп ұлтты мемлекет. Ағылшын деп тек Англияның тұрғындарын ғана атайды. Шотландия, Уэльс және Солтүстік Ирландия өкілдерін британдық деген сөз тіпті ренжітіп жіберуі мүмкін. Сондықтан осы елге барсаңыз, ұлт тақырыбын қозғамауға тырысыңыз. Сарайдағы этикеттің орны бөлек. Егер ханшайыммен кездесуге мүмкіндік алсаңыз, ер азаматтар дерлік барлығы оған тағзым етуі тиіс екендігін ұмытпаңыздар. Ал әйелдердің сәлем бергені дұрыс. Ағылшын ханшайымына қол беруге болмайды. Егер өзі осы қимылды жасамаса, өзіңіз мұндай бастамаға жол бермеңіз. Елизавета екіншімен бір дастархан басында одан бұрын тұрып кетуге болмайды. Ханшайым тамақтанып біткеннен кейін ғана орынды босатуға рұқсат беріледі. Ресми шараларға міндетті түрде арнайы бас киім киген жөн. Ханшайымның отбасы қара түсті киім кимейді. Ол тек қаралы күндері ғана киіледі. Бұл ережені екінші дүниежүзілік соғыс кезінде патшайымның өзі енгізген. Ауыр кезеңде ол бүкіл халықтың көңілін көтеру үшін ашық түсті киім кие бастады. Дастархан басындағы ағылшын этикеті бүкіл әлемде танылды. Қолды үстелге қоймай, теңізге ұстаған дұрыс. Үнемі пышақты пайдаланыңыз. Айыр сол қолда, пышақ оң қолда болғаны абзал. Оларды ұшымен тәрелкеге қаратыңыз. Нан мен тоқашты пышақпен емес, қолмен кесекке бөліп жеуге болады. Бірақ сорпаға батыруға рұқсат жоқ. Даяшыға ақша беремін десеңіз, тәрелкенің шет жағында қалдырыңыз. Когда вас приглашают на ужин или на кофе. Негізінде ағылшындар тұрпайы сөйлесуге жол бермейді. Олар қонаққа шақыруды жақсы көреді. Егер бір кісі басқаларда өз үйіне шақырса, болашақта оларда сол азаматтан қонақ болып қайтуды сұрайды. Мұндай кездесулер кезінде ағылшындар дастарханда тұрған тағамдарға баса назар аудармайды. Англия тұрғындары қызықты әңгіме айтып пікір алмасуға әуес. Әңгімелесу кезінде ағылшындар көп қимыл жасағанды жақтырмайды. Кейбір әрекеттерге тіпті байқап қана жол беріңіз. Мәселен, сұқ және ортаңғы саусақпен көрсетілетін Виктория, яғни жеңістің белгісі қорлыққа теңестіріледі. Егер сіз оны сөйлесіп жатқан адамыңызға алақанның сырт жағымен көрсетсеңіз, сіз туралы жаман айтуы мүмкін. Егер қасыңызды жоғары көтерсеңіз, басқалар сізді күмәнданып отырма деп ойлап қалады. Біз бір нәрсені санағанда саусақтарымызды бүгуге үйреніп қалдық, ал ағылшындар керісінше саусағын жазады. Олар есепті үлкен саусақтан бастайды. Туристерге қарағанда бизнес өкілдері шет мемлекеттерде әлде қайда қатты қиналады. Өйткені кез келген қимыл шетелдік әріптесіңізді ренжітуі немесе керісінше бетін бері қаратуы мүмкін. Келіссөз нәтижесі де соған тікелей байланысты. Сол себепті этикет ережелерін есте ұстайық, табысқа бірге қол жеткізейік.